Малай әйелдің әңгімесі немесе Handmaid's Tale канадалық жазушы Маргарет Этвудтың аттас романына негізделген америкалық сериал. Премьерасы 2017 жылы болды, ал қазір екінші маусымы көрсетіліп жатыр. Теледрама көрермендер мен сыншылардың жүрегін бірден жаулап алды. Алғашқы маусымы талай беделді сыйлықтарға ие болды, соның ішінде 2 алтын глобус пен 4 Эмми бар. Сериалды көрерменге ұсынушы Hulu сервисі оны 3-ші маусымға ұзартты. Сюжеті болашақта қазіргі ақш аумағында құрылған Галаад деген тоталитар мемлекетте өрбиді. Елде діни теократия негізінде басқарылатын режим орнайды. Бізге үйреншікті болып қалған көп нәрсеге тыйым салынады. Қысқасы, қазіргі Америка қоғамына қарама-қайшы заман болады. Сонымен қатар, тоталитаризм Галаадтың жалғыз проблемасы емес. Қиын экологиялық жағдайға байланысты офицерлер мен шенділердің әйелдері бедеуге айналады. Қоғамда еш статусы жоқ қарапайым әйелдер еркінен тыс малай ретінде чиновниктердің үйлеріне қабылданып, соларға бала туып беру тиіс. Негізгі оқиғалар осындай бір малай әйелдің атынан баяндалады. Бұндай қызықты сериал көрермен назарынан тыс қалмауы керек деп есептейміз. Сондықтан малай әйелдің әңгімесін көруге 5 себепті атап өтпекпіз. Сонымен кеттік. Сериал егер теріс ағымдағы адамдар билікке қол жеткізсе, қоғам қандай болады деген сұраққа жауап береді. Бұл дегеніміз әсіре діншілерге ғана тиімді, соларға ғана қажет түсініктер мен өмір салтының өзгелерге күштеп таңу. Қазір радикалдар амал жоқтықтан тұншығып өмір сүруге мәжбүр. Оларға уағыз жүргізуге болмайды, олар өздеріне қарсы сөз айтқандарды жазалай алмайды, ойын ашық айта алмайды, түсініктеріне қайшы басқа да әрекеттерді сынай алмайды. Өйткені зайырлы елде заң бірінші орында. Енді елестетіңіз, істерін қайрап, қайрансыз болып жүргендердің қолына билік тиді. Сериалда осындай әсіре діншілдер билікке келеді. Олар өздеріне ғана тиімді заңды қабылдайды. Ал дінде қарастырылмаған мәселелер бола қалса, өздерінше заң ойлап тауып, оны да дінмен байланыстырып тәпсірлеп жібереді. Қазақ қоғамындағы кейбір тұлғаларды еске түсіреді, солай емес пе? Сериалдағы қоғамдық құрылыстың атрибутикасынан бастап барлық нышандары жақсы ойластырылған. Костюм дизайнерлері, қоюшы суретшілер мен декораторлар шеберлігіне қол соқпасқа болмайды. Сол әлемде өмір сүретін кейіпкерлердің мінез-құлқы, саяси уәждері, адамдар арасындағы күрделі қарым-қатынас, режимнің белгілері, бәрі сериалдың шыншыл шығуына ықпал етеді. Кейіпкерлер арқылы берілетін бүкіл аура көрермен бойында үрей туғызады, шоқ қылады. Иә, кейбір адамдар сериалдың бая өрбитінін алға тартып жүр, алайда бұған да себеп бар. Көрерменнің атмосфераға тереңдеп ену үшін, бүкіл оқиғаларына қанығып, терең бойлау үшін жасалған амал деп қарауға болады. Ал араларына енгізілген флешбектер кейіпкерлерді жақыннан тануға, оның бұрынғы өмірі мен қазіргі күйін салыстыруға, сол арқылы персонаждың ашылуына көп септігін тигізеді. Басты рөлдегі Элизабет Моссты түрлі сериалдардағы тамаша рөлдері үшін Американың қазіргі заманғы телевидениесінің патшайымы деп атайды. Бұл сериалдағы рөлінде сәтті деп толық сеніммен айтуға болады. Эмоцияларды құбылту арқылы кейіпкерлердің ішкі сезімін беру, күйзелісімен болмашы бір жақсылыққа қуанып, құлазыған көңіліне демеу табуы, оның персонажына шын көңілден тілектес болуға итермелейді. Тік мінез қатал офицер рөлін ойнаған Джозеф Файнс, оның қарамағындағы қызметкер, режимге адалдығы мен малай әйелге сезімнің ортасында қалған екі ойлы оқиға рөліндегі Макс Мингела тамаша жүргізілген кастингтің дәлелі. Жалпы сериалдағы жете ойластырылған кейіпкерлер де, оларды ойнап шыққан актерлер де сынауды қажет етпейді. Бұлар сауатты құрылған кино әлеммен әдемі интеграцияланып отыр. Қатал жазалауға құрылған қоғамда біреуге сену қиын. Тіпті ең жақын адамың да сатқын болып шығуы мүмкін. Қатаң режим бәрін де сындырады. Осындайда сенімді серік болатын, қайғыңа ортақ бола білетін адамды іздейсің. Сериалдағы кейіпкерлерді жақынынан, отбасынан айырылған жандар, бала туатын әйелдердің лагерінде де астыртын ұйымдар, жасырын достар пайда болады. Бастарын қауіпке тіге отырып, бір-біріне демеу болуға тырысады, бір-бірімен сырласып, өткен өмірі туралы айтады. Бұның бәрі достықтың, бауырластықтың маңызын арттыра түседі. Шын достардың арқасында ғана алға жылжуға болады. Берік қоғам идеалас, мұңдас жандардың бірауыз болуы кез келген режимге төтеп бере алады. Сериал біздің қоғамдағы кемшіліктер өзіміздің пендешілік әрекеттеріміздің кесірінен болатынын жеткізеді. Айналып келгенде, қандай қоғамда өмір сүретініміз, қандай лидерге бағынатынымыз сіз бен бізге әрқайсымызға байланысты. Малай әйелдің әңгімесі ұсынған әлемде доминант еркек пен әлсіз әйелге ғана орын бар. Гомосексуалдарға, либералдарға, дін ұстамайтындарға тыйым салынған. Тіпті қоғамдағы ақсүйек әйелдердің рөлі де біраз төмендетілген. Соған қарамастан, ашылдардың, шеттетілгендердің қарсылығы мүлдем жойылып кетпегенін байқауға болады. Бұл тұрғыда сериал қазіргі заманға ұқсас. Біздің қоғамда да әлі күрес жалғасуда. Дәстүрлі өмір салтын қолдайтындар мен толерантты өмірді қалайтындар арасындағы текетірес тоқтаған жоқ. Сондықтан сериалдағы кейбір детальдар біздің қоғамның мәселелерін көрсетеді. Соңғы пункт феминистерге әлеуметтік теңдікті қолдайтындарға жағуы тиіс.
Аталған пункттер тұрғысынан алып қарасақ, Малай әйелдің әңгімесін соңғы жылдардың үздік тележобаларының бірі деп атауға болады. Сериалдың Rotten Tomatoes кәсіби рецензиялар агрегаторындағы рейтингі 95%, Кинопоискта 10 балдың 7,8, ал IMDb рейтингі 8,6. Біздің видео сериалға деген қызығушылықты оята алса, қарап шығуға кеңес береміз. Жақсылықта жолыққанша.